Ет қазақтардың тағам рационындағы ең маңызды және ең жиі қолданатын асы болып есептелетіні даусыз. Қазақтың етті жақсы көретіні сонша, оны мақалына да, өлең жырына да, тіпті әзіл әңгімелеріне де қосып айтып келген. Ет дегенде бет бар ма? Қазақ болғаннан кейін олай. Негізі етсіз мүлдем жүре алмайтын, тағамдарын етсіз елестете алмайтын ел біз ғана емеспіз. ақш, Кувейт, Австралия, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан сынды мемлекеттерде ет жеуден әлем бойынша алдыңғы қатарда. Ал ет ең аз жейтін елдер Бангладеш пен Индия екен. Еттің пайдасы мен зияны қандай? Қаншалықты және қандай етті жеген дұрыс? Оны келесі сюжеттен көресіздер. Ет жесіңдер ме? Әкеле бер, бәрін әкел. Иә, ас атасы нан болса, қазақтың қонағының алдына ет тартуы сыйлағандығының белгісі. Ет жесең тісіңе кірет, жемесең түсіңе кірет деп мақалдататынымыз тағы бар. Бірақ қазіргі кезде заман дамыған сайын етке қатысты түрлі деректерді кездестіреміз. Бірі етсіз өмір сүру мүмкін емес десе, енді бірі оны көп жеу зиян екенін айтып жатады. Ал осы қаншалықты рас? Ет әрине ақуызы ең көп өнім түрлеріне жатады, және еттің құрамында біз ешқандай басқа тағамдардан ала алмайтын ақуыздар кездеседі. Сонымен қатар еттің құрамында калий, кальций, йод, темір өте көп. Дәл осы витаминдерді біз басқа ешқандай тағам түрлерінен жеткілікті мөлшерде ала алмаймыз. Етті күнделікті 200 грамм тұтынуымыз керек. Жылына ересек адамдарда 70 килограмм тұтынатын еттің мөлшері шығады сол кезде. Мамандардың сөзінше ең пайдалысы жылқы еті, одан кейін сиыр еті. Ал қой еті ағзада ұзақ, дәлірек айтқанда 6 сағат ішінде қорытылатындықтан оны мүлде аз жеген жөн, немесе тек қозының етін таңдаған абзал. Сондай-ақ диетологтар оның зияны адамның етті қалай дайындап жейтініне байланысты болатынын айтады. Егерде біз етті қуырып, оған майонез, кетчуп сынды қосымша консерванттары бар заттарды қосып жейтін болсақ, ол ет әрине біздің ағзамызға кері әсерін тигізеді. Соның салдарынан ең біріншіден біздің қанның құрамында холестерин көбейеді. Одан кейін барып бізде гастрит, асқазан ойық жарасы, жүрек қан айналысының дұрыс болмауы, ұйқысыздық деген секілді аурулар пайда болады. Солай ма? Иә, шынымен солай. Ет жеудің де өз реті бар. Десек те осыдан кейін бе, әлде басқа ма? Қазіргі кезде екінің бірі демесек те, арасында ет жемейтін жандарды кездестіріп қалатынымыз рас. Олардан неге ет жемейсің деп сұрасаң, өзінің вегетариан екенін айтады. Біздің кейіпкеріміз Өмірзақта солардың қатарынан. Оның вегетариан болғанына 18 жылдан асқан. Вегетарианствоның негізін қалайтын бұл зорлық, зомбылық көрсетпей ғой. Атак әртүрлі оймен адамдар вегетариан болады негізі. Кейбіреулер қазір мода болып жатыр дейді. Зорлық, зомбылықты жас кезімнен жақтыртпаймын мен. Сол жаңағы қой сойып жатса, сиыр сойып жатса, ондай жерден мен кетіп қалатын болатын. Сол өзіме ұнамайтын болатын. Сонымен вегетариандардың бәрі ет жеу зиян дейтіндер емес. Олардың әрқайсысының ет жемеуінің өз себебі бар. Яғни бастысы әркімнің ұстанымын ескеріп, кез келген жерде дұрыс тамақтануда, қандай ет таңдауды білсек, денсаулығымызға зиян келмесі анық. Маржан Нүсіпбек, Айтжан Отызбаев, Қуандық Әлімжанов, арнайы қайырлы таң үшін.